Құрметті оқырман, мен сіздерге Шерхан Мұртазаның «Жұлдыз көпірі, қыл көпірі» атты шығармасынан үзінді ұсынамын. Шешесінің айтуы бойынша Рысқұл әкесі аюдай күшті, қабыландай қаһарлы, жолбарыстай көз ілеспес жылдам оны жерден шүйке жүндей көтеріп алып бауырына басар ма екен? Қаулап өскен сақал мұрты тамағын қытықтаса қайтер екен? Бала не болса дүмбіл мына қара құманда қара судай сұқыр-сұқыр қайнап сан түрлі ой жорамал жетектеген бала қара күркенің үңірейген қараңғы есігінен баспалап ішке үңілді. Күркенің іші тұңғиық аспан қуысындай түпсіз болып көрінді. Әуелі бала оны үйренбеді. Ашыған арша иісінен кейін күркенің ішінен қолаңға атып құсық шашыраған сасық иіс мүңкіп қоя берді. Бала сескеніп қалды. Әке-шешесін әлдекімдер өлтіріп кетіп, солар жидіп жатқандай көрінді. Бала аштан өліп жидіп қалғандарды Әулиеатадан, Шымкенттен, Ташкенттен де көрген. Адамдардың аштан қалай өлетінін бала біледі. Қолынан төңіректі сипап көріп еді, былқ еткен әлденеге тиді. Керме ағашқа ілініп қойған ет сияқты майы тамшылап тұр. Иіс соныкі болды. Бала үрейден қайтты. Әлсін айнала ала көбеңденіп, күркенің іші көмескі болса да көріне бастады. Тар қуыстан екі іргесінде екі бөстек жатыр екен. Біреуі әкемдікі, біреуі шешемдікі деп шамалады бала. Біреуі арқардың, біреуі әлде аюдың, әлде қабыланның терісі сияқты. Бала ол жағын ажырата алмады. Бірақ бұл күркеде екі адам тұратыны белгілі болды. Бөстек жақта сырты күйе ыдыс тұр екен. Ішіне қол салып еді, қолтекедей жілік ілінді. Бала қарны ашып тұрғанын сонда сезіп, жілікті аузына қалай апарғанын білмей де қалды. Бала өзінің шықшытының сыбысынан шошып, от шайнағандай құлақ түріп еді, ештеңе естілмеді. Тек шатқалдың алдынан аққан тау суының гүрілі ғана естілді. Көптен бері шөптен басқа тамағы болмаған баланың буыны балбырай бастады. Етке тойып еңсесін көтере алмай, арқар бөстекке қисая кеткен. Көзі қонақтап отырған бала қораздың көзіндей кілегейленіп ұйықтап бара жатты. Сыртын аршаның бұтағымен қымтап тастаған күркенің майы тамшылаған жаюлы еттің мүңкік иісі болмаса, бұл шайда нағыз жұмақта тұратындардың мекені сияқты. Күркенің алдына абайлап басып екеу келді. Жан-жағына қарап, ешкім жоқ екенін әбден көздері жеткенде барып, жасырағы арқасындағы тау текенің былқ еткізіп табалдырыққа тастады. Қартаңдау әлі де болса тоғай жаққа қарап, сыртта қарауылдап қалды да, жасы аласа есіктен еңкейіп ішке кірді. Қарны ашқан екен. Бірден ыдысқа үңілді. Ішінде мүжілген жалаңаш жіліктің жатқанын көріп, бұл қалай дегендей аңқиып қалды да
жан жағына қарады. Арқыр бөстектің үстінде қаннен қаперсіз пысылдап ұйықтап жатқан баланы көріп, жан даусы шығып айғайлап жіберді. «Әке!» «О не?» деді қартаң кісі мылтығын кезене. Босағада тұрып қалды. Дауыстан шошып оянған бала өстектен ұшып тұрып, тілі аузы байланып, сілейіп үні шықпады. Басы үлкен, бірақ ілмиген арық бала жауға ұқсамайды. Қартаң кісі сонда да мылтығын кезеніп қоймай, сақтана басып ішке енді. «Әй, кімсің өзің?» деп барқ етті. «Арманмын», деді бала, «әкем осы ма?» деген үмітпен. «Арманы кім? Кімнің баласысың?» «Мен Арманмын ғой, білмейсіз бе?» «Мынау не деп тұр? Есі дұрыс па? Адам ба, жын пері ме?» Бала мына қартаң адамды сендіргісі келіп, жан тәнін сала дәлелдей бастады. «Танымай қалдыңыз ба? Мен сіздің балаңызбын ғой, Арманмын. Мен сізді көп іздедім». Қартаң адам шыдамы кетіп, күйіп пісіп, «Әй, Жорабай, мынау не сандырақтап тұр? Түсінсем бұйырмасын», деп басынан қалпағын жұлып алып, маңдайын, бет-аузын сүртті. Жорабек иығын қиқаң еткізді. Бірақ әлдекімді есіне түсіре алмай қиналғандай балаға былай бір оқыранып қарап шығып, «Әкең аты кім?» деп қалды. «Рысқұл», деді бала айылын жимай. «Міне тұр ғой мынау, сен Рысқұлсың, ә?» Қартаң адамның онсыз да алақ-жұлақ аласы мен бадырақ көзі тас төбесіне шыға жаздады. «Мынау адам емес, әруақ», деп жорыды. «Рысқұл дейді. Бишараның аруағы мені қолап жүрме? Не жазып едім, уа Құдай-ай, не жазығым бар еді?» деп күбірледі. «Әй, жүгірмек, қай Рысқұлды айтып тұрсың? Шешеңнің аты кім?» «Ізбайша». Қартаң адам мүлде шатасты. Сандырақ дейін десе, атаған адамдары тура келеді. Бірақ Рысқұлдың Ізбайшадан баласы бар ма еді? Деді Жорабай әлден соң. «Оттап тұр, бұл Молдабектің баласы ғой». «Бәсе!» Енді бала түңіле бастады. Мыналар шыннан бөтен бе деген ойдан ойсырап, іші бауыры әлем-жәлем болып, жаңағы дүние бір сәтте сөніп, сұрықсыз жалмауыздай сұрқия шыға келді. Бала көңіл енді суи бастады. Бәсе, әкесі Рысқұл, мына өңкиген өңірек мұрын, бадырақ көз, шалғы мұртты, шалдауыр, шал болмаса керек. Сонда мұны Рысқұлов алдаған болды ғой. «Жоқ, мен Молдабектің баласы емеспін, Рысқұлдың баласымын». «Жәкем қайда? Апам қайда? Олар осында» деп еді ғой. «Қайда жасырып қойдыңдар?» деп бала шар-шар етіп жылап жіберді. «Өшір үнін», деді шал Жорабайға бағжия бір қарап. «Осында бір пәле болып жүрмесін, жасырын жансыздарын бар болып», деп мылтығын кезеніп жаңғақты қойға қадала қарады. Жорабай баланың аузын баса қойды. Жасырынып жатқан жау белге бере қоймады. Сонда барып Омар мен Жорабай баланы ортаға алып сұрақ жаудырды. «Сені мұнда кім жұмсады?» «Ешкімде». «Онда нағып сандалып жүрсің?» «Жақсы, Жәкем мен апамды іздедім. Олар осында» деп кім айтты? «Көкем айтты». «Көкең кім?» «Тұрар Рысқұлов». «Ой Құдайдың ұрғаны-ай», деп Омар күңірене күйзеліп, тас қабырғаға арқасын сүйеп отыра кетті.
қайда барсаң қорқыттың көрі, оразбақ пұшық итті болыс сайлағаны. Енді міне Құдайдың қу көлденең балаған тауының ішінен де тыныштық бермейтін болды-ау. Тұрар әкесі Рысқұлды өлтірген мен емес едім ғой, неге түстің менің соңыма? Енді мына ес білмейтін күшігін жұмсағаны не сұмдық, не зымияндық ойлады тағы да. Әй, жүгірмек, анығын айтшы, қалай келдің бұл адам аяғы баспайтын шайтан шатқалға? Бала ойының тілінің жеткенінше бәрін бастан аяқ айтып берді. Рысқұлов әдейі жұмсамағанына көз жеткізгендей, бірақ көкірегі құрғыр сенбейді. Қой Жорабай, бұл жерден кетейік. Алланың бұйрығы екен, соған барып паналайын. Мен оның қолы жатқан жерді күнде көріп жүрмін. Жоламай аулақтан аңдушы едім, енді болмады. Елге де бара алмаймын, мұнда да қала алмаймыз, деді Дәу Омар. Төрт тағандап жер таянып барып, көкірегін көтеріп орнынан тұрды. Мынаны қайтеміз, деп Жорабай баланы иегіне нұсқады. Бұл жынның баласын ала кетеміз, жалғыз жіберіп болмайды. Жау ертіп келіп, үстімізден түсіруі кәдік. Не болса да ергештің қолына тапсырайық, ар жағын өзі білсін. Әкелі балалы екеуі қожындарына сырқыта жаюлы тұрған етті сықата салып, қанжығаға қара күйе мосыны байлап, атып әкелген тау ешкіні алдарына өңгеріп, баланы Жорабайдың артына мінгестіріп, күнгей жақта бетке алып, шатқал қуалап, екі атпен жолға шықты да кетті. Бала бармаймын деп бақырып еді, Дәу Омар шапалақпен бір-екі рет тартып жіберген соң үні өшті. Енді ол үнсіз жылап келе жатты. Оң қапталынан да, сол қапталдан да қияқ-қияқ тарғыл тастар түксиді. Баланың бір таң қалғаны, теңбіл торғай да, шолпан кебіс те ұшты-күйлі жоқ болды. Осындай қысылғанда келмей қойды. Бала оларға қатты өкпеледі. Келіп қалар ма екен деп, әлі де үміттеніп, артына бұрылып, жалтақ-жалтақ қарады. Артында мылтығын ердің қасына көлденең салып, төбедей төңкеріліп Дәу Омар келе жатыр. Даланың жаңғырығын шыққан соң сұрамытты. Осы өңкейген шалды бала бұрын бір жерден көрген, бірақ қайда екен есінде жоқ. Мына Жорабай деген баласы да еміс-еміс есінде. Жорабайдың артында ақырын шызып түсіп, қашып кетейін десе, артында Дәу Омар келе жатыр. Әкесі мен шешесі мына бұлым-бұлым, қуыс-қуыс шатқалдың бір жерінде жасырынып қалып бара жатқандай. Апа, деп айқайлап жіберді. Өшір үніңді, деп ышқынды Дәу Омар. Қабағы, қайдағы апа, сорлы, сен Рысқұлдың баласымын деп тантыма, Молдабектің баласысың. Егер адамның баласы екенің рас болса, әлі көңілім сенбейді, перімісің бе деп қорқамын. Рысқұл қайда, біреу қайда, о қу заман. Заңғар көктен астына тау қыраны қалықтап, бұлардың төбесінен өніп жүрді де қойды. Жорабайдың алдында өңгерулі жатқан тау текенің көзі шалған сірә. Таудың тасыр өзені бұлармен жарысып бұралаңдады да отырды. Жалғыз аяқ
тар табан жолда ат екеш атта абайлап, аяғы таймас үшін сынап басып сақ келеді. Ылғи еңіс болған соң ер мойнында кетеді. Жорабай шынтағымен баланы бүйірінен түйіп кеп қалды. Еңкейме, шешең маған асылып туып еді, шалқайып отыр. Дәу шалдан гөрі Жорабай ептеп иман жүзді көрінеді. Осы бір шындықты айтар-ау деген үмітпен бала байғұс: «Ағатай, менің шешем қайда?» дейді. Ол осы тауда күркеде деп еді ғой. Оттапты деп арс ете қалды Дәу Омар. Бала көңілі қалтырап қаңтарда қалғандай, жүрегі мұздап аттың үстінде анау сарқырама құзға құлап түскісі келді. Төбеден қыран шаңқ еткенде аспанда қарап алданады. Адамдардан адасқан ар ұят аспанға барып ұялағандай, көктің жүзі мейірлі екен, баланы елжіретіп кетті. Құрметті оқырман, осы оқиғалардың жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп, үпіл басып, пікір жазып кетулеріңізді сұранамын. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.